Кешіріңіздер. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгінгі біздің жинағымыздың тақырыбы қазақ тілі мен әдебиеті пәні бойынша 7-ші сыныптарға арналған бөлім және жиынтық бағалаудан тапсырмалар жинағы. Бұл жинақты құрастырушы қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімдері Тасимова Гүлнар Жамбуловна, Туркенова Бибінұр Мұхамеджановна, Иримова Маржан Мадетовна. Орта буын оқушыларына сабақ беретін мұғалімдерге көмек ретінде қазақ тілі мен әдебиеті пәні бойынша 7-ші сыныптарға арналған бөлім және 90-дық жиынтық бағалау бойынша тапсырмалар жинағы құрастырылды. Бұл жинақ Қазақстан Республикасы оқу-ағарту министрінің 2022 жылғы 3 тамызындағы номер 348 бұйрығы негізінде мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың бастауыш негізгі орта, жалпы орта техникалық және кәсіптік орта білімнен кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарына және Қазақстан Республикасы оқу-ағарту министрінің бастауыш негізгі орта және жалпы орта білім деңгейлері жалпы білім беретін пәндері мен таңдау курстары бойынша үлгілік оқу бағдарламаларын бекіту 2022 жылғы 16 қыркүйегіндегі номер 399 бұйрығына негізделіп жасалынды. Бұл жинақтың мақсаты 7-ші сыныптарға арналған бөлім және 90-дық жиынтық бағалау тапсырмаларын құрастыруда мұғалімдерге әдістемелік қолдау көрсету. Міндеттері: оқу сауаттылығына негізделген тапсырмалар, деңгейлік тапсырмалар арқылы оқушылардың білім деңгейін жоғарылату, тыңдалым, оқылым, айтылым, жазылым дағдыларына негізделген тапсырмаларды құрастыру. Білім алушылардың оқу жетістіктерінің деңгейі, білім беру қызметінің тиімділік, мектептегі оқу үдерісінің даму барысын, сонымен қатар оқушының жетістіктеріне әсерін айқындайтын маңызды көрсеткіштердің бірі болып табылады. Бұл жұмыстың өзектілігі білім деңгейін нақты бағалау, оқушылардың мұғалімдер мен оқушылар арасында тиімді кері байланысты, объективті бағалау жүйесін қалыптастыру, оқу процесінің тиімділігін арттыру. Дауысын өшіріңіздер. Дауысын өшіріп отырыңыздар. Жаңашылдығы. Бұл жерде жаңашылдығын біз алғанда креативті бағалауды алдық. Бұл жерде оқушының нақты жауабы ғана емес, шығармашылық икемділігін, жаңашылдығын, жеке көзқарасын бағалауға арналған әдіс. Бұл жерде артықшылықтары: оқушының қызығушылығын арттыру, өз көзқарасын білдіруге, ойын дәлелдеуге, шығармашылық қабілеттерін дамытуға мүмкіндік береді. Білім мен дағдыларды интеграциялау, оқушылардың нақты тақырып бойынша алған білімдерін басқа пәндермен байланысын көрсету. Бұл жерде біз оқушылардың көп қырлы ойлау дағдыларын дамытуға ықпал етеді. Біз келесі ғылыми зерттеу дағдыларын дамытуға бағыттау. Бұл жерде оқушылар ғылыми жұмыстармен жүзуге мүмкіндік алады. Көбінесе осы жерден біз оқушыларды жоба қорғауға дайындаймыз. Келесі тапсырмалардың саралануы: сабақта орындалған тапсырмалар оңайдан күрделіге өту арқылы жүзеге асырылады. Бұл жерде оқушының жеке қабілетін ескере отырып, тапсырмаларды жасауға ықпал етеді. Бағалау процесінің технологияларды енгізу. QR-кодты сканерлеу арқылы қажетті тыңдалым тапсырмалары жеткізе алады. Біз өзіміздің жинағымызда, жинақтың соңында тыңдалым тапсырмаларға арналған сканердің жиынтығы бар, тыңдалым тапсырмаларын арналған. Бұл жерде біздің күтілетін нәтиже оқу сауаттылығына негізделген тапсырмаларды орындайды, деңгейлік тапсырмалар арқылы оқушылардың білім деңгейі жоғарылайды,
тыңдалым, оқылым, айтылым, жазылым дағдыларына негізделген тапсырманы орындай алады бұл жерде. Жақсы. Бұл жұмыстың барысында біз 7-ші А, 7-ші Б, 7-ші В, 7-ші Г сыныптарында апробация жұмыстарын өткіздік. Бұл апробация жұмыс барысында оқушыларға тапсырмалар төңірегінде түсіндірме жұмыстарын жүргізілді. Мұғалімдерге ұстанымды қалай іске асыру керектігі жөнінде әдістемелік отырыс ұйымдастырылды. Мектепшілік және 3 мектеп арасында. Біріншіден, оқушылардың білімін жүйелі түрде бағалау. Мұнда оқушылардың тілдік ережелері, грамматиканы, лексиканы және әдеби саласындағы білімдерін бақылау, оқушылардың мәтіндерді дұрыс түсіну, талдау және интерпретация қабілеттерін анықтау. Екіншіден, шығармашылық қабілеттерін дамыту барысында оқушылардың жазба және ауызша сөйлеу дағдыларын тексеру, оларды шығармашылық тапсырмалармен эссе жазуға ынталандыру, шығармашылық тұрғыдан ойлау, талдау жасау және әдеби шығармаларды терең түсіну дағдыларын дамыту. Үшіншіден, бізде тілдік дағдыларын дамыту. Бұл жерде оқушылардың грамматикалық және орфографиялық дағдыларын тексеру, оларды дұрыс қолдану қабілеттерін дамыту, сөйлеу мәдениетін арттыру, дұрыс сөйлеу және жазу дағдыларын жетілдіру. Төртіншіден, бұл жерде бағалау критерияларын анықтау барысында оқушылардың білім бағалауларын объективті және әділ критерияларын жасау, қойылған тапсырмаларға сәйкес бағалау жүйесін құру және оның нәтижесін талдау. Білім және 90-дық бағалау тапсырмалары бойынша мониторинг жүргізілді және мониторинг бойынша сауаттылығы негізделген тапсырмаларда дайындық кезеңде оқушыларда 38% көрсеткіш болса, практикалық кезеңде 42% және қорытынды кезеңде 74% көрсетті. Мұнда оқушылардың оқу сауаттылығына негізделген тапсырмалар барысында оқушылардың қазақ тілі мен әдебиеті пәні бойынша тілдік сауаттылығын арттырып, шығармашылық және сыни ойлау қабілеттерін дамытуға ықпал етті. Деңгейлік тапсырмалар арқылы оқушылардың білім деңгейін жоғарылату. Бұл жерде 3 кезеңге бөлдік. Бұнда жоғары, төмен, орташа. Жоғары кезінде басында 54% көрсеткіш болса, келесіде осы жұмыстарды жүргізу барысының аяғында 56% көрсетті. 68 төмендеу барысында 68% болса, 70-ге дейін көрсеткіш көтерілді. Және орта деңгейде 82% болса, 88-ге дейін жоғарылады. Мұнда деңгейлік тапсырмалар арқылы оқушылардың білім деңгейін жоғарылату, оқушылардың оқу дағдысы, мәтінді түсіну, ой қорыту және өз ойын жазбаша, ауызша жеткізу қабілеттері айқын дамыды. Тыңдалым, оқылым және жазылым дағдылары негізделген тапсырмалар құрастыру барысында тыңдалымда 50% көрсеткіш басында болса, аяғында апробация өткізу аяғында 50-55% көрсеткіш көрсетті. Оқылым барысында 55%-дан 59%-ға көтерілді. Жазылым барысында 78%-дан 80%-ға дейін көрсеткіш көрсетілді. Және айтылымда 58%-дан 72%-ға көрсеткіші жоғарылады. Тыңдалым, оқылым, айтылым, жазылым дағдыларына негізделген тапсырмалар құрастыру оңайдан күрделіге өту арқылы жүзеге асырылды. Бұл әрбір оқушының жеке қабілетін ескере отырып, тапсырмаларды орындауға ықпал етті. Бұл тапсырмалар пәндік білімді терең меңгеруге, шығармашылық және сыни ойлау қабілеттерін дамытуға бағытталды. Және біз апробация аяғында бұл мұғалімдерге көмек көрсету мақсатында жасалған жұмыс болғандықтан біз жиынтық
жиынтық соңында тыңдалым тапсырмаларына арналған сканерлер жиынтығы берілді. Бұл сканерлер жиынтығы кез келген ұялы телефонмен сканерлеу арқылы тыңдалым тапсырмаларын тыңдауға мүмкіндік алады. Қорыта кететін болсақ, жиынтық тапсырмалар оқушылардың тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылым дағдыларын жан-жақты бағалап, пәндік және функционалдық сауаттылықтарын артуға септігін тигізді. Сонымен қатар, саралап оқыту критерияларды бағалау, цифрлық ресурстарды қолдану секілді заманауи әдістерді енгізумен ерекшеленді. Апробация нәтижесі бойынша қазақ тілі мен әдебиеті пәні бойынша 7-ші сыныптарға арналған бөлім және 90-дық жиынтық бағалаудан тапсырмалар жинағы практикалық құндылығы мен тиімділігін дәлелдеді. Жинақ 7-ші сыныптардың қазақ тілі мен әдебиеті пәнін кеңінен қолдануға ұсынылды. Енді білім алушылардың оқу жетістіктерін деңгейін, білім беру қызметінің тиімділігін, мектептегі оқу үрдісінің даму барысын, сонымен қатар оқушының жетістігіне әсерін айқындайтын маңызды көрсеткіштердің бірі болып табылады. Бағалау жүйесінің мазмұны төмендегіндей нұсқаулық әдістері құжаттар негізінде берілді. Бұл мемлекеттік жалпы міндетті білім беру стандарты, оқу бағдарламасы мен оқу жоспары, оқушылардың білім бағалау критериялары, білім алушылардың оқу жетістігін критерияларды бағалау ережелері, негізгі және жалпы білім беретін мұғалімдеріне арналған критерияларды бағалау бойынша нұсқаулық. Пәндерге қатысты қалыптастырушы бағалауға арналған тапсырмалар жинағы, бұл біздің негізгі жинағымыздың мазмұны болып табылады. Енді сұрақтарыңыз болса, біз жауап беруге дайынбыз. Жақсы. Енді бұл қорытындылағанда, бұл бізде апробация 7-ші А, 7-ші Б, 7-ші В, 7-ші Г, 7-ші Д сыныптарында сынып оқушылардың арасында өткізілді. Бұл жерде бөлім және 90-дық бағалау тапсырмалары бойынша мониторингтің нәтижесіне назар аударатын болсақ, оқушылардың білім сапасы жоғарылады, пәнге деген қызығушылықтары артты. Бұл жүйе үздіксіз оқыту мен бағалауды біріктірді. Нәтижесінде оқушылардың даму динамикасы көтерілді. Мысалы, білім сапасы 72% көрсеткіш көрсететін болса, қазіргі уақытта 80%-ға дейін көтерілді 7-ші А сыныбында. Егер 7-ші Б сыныбында 84% көрсеткіші болса, қазіргі кезеңде 91%-ға дейін көрсеткіш көтерілді. 7-ші В сынып оқушылардың арасында 71% көрсеткіші көрсеткен болса, қазіргі уақытта 82% көрсетті. 7-ші Г сынып оқушылардың арасында 68% көрсеткіші болатын болса, қазіргі уақытта 82%-ға дейін көрсеткіш көрсетілді. 7-ші Д сыныбында 68% болса, қазіргі уақытта 78% көрсеткішін көрсетіп отыр. Енді құрметті әріптестер, өздеріңіздің ойларыңызды осы QR-код арқылы бізге кері байланыс берулеріңіз сұралады. Бұл жерде экранда көрсетілген QR-кодты сканерлейсіздер. Және сол жерде өз ойларыңызды көрсетуге болады. Бұл жерде өте жақсы, орташа деген сияқты. Егер сұрақтарыңыз болса, сұрақ қоюға болады. 7-ші сыныптардың БЖБ мен ТЖБ-сын бізден алуға болады дайын. Бөлім бойынша жиынтық бағалау мен 90-дық жиынтық бағалауды. Сұрақтарыңыз бар ма?
Сіздерге де рахмет. Алтын уақыттарыңызды алып, бізге қолдау жасағандарыңызға рахмет. Жақсы, сау болыңыздар.